Аяжан 27 жасында қалаға көшіп келген. Жаңа жұмыс, жаңа пәтер, жаңа үй. Бірақ оның ішінде бір ғана жазылмай тұрған әкесімен арадағы қалған өкпе. Әкесі Жұмабек қарт кісі болатын. Қызын қатты жақсы көретін, бірақ мінезі қатал, сөздері ауыр еді. Аяжан студент шағында әкесінің «Сен өмірде ештеңеге жетпейсің» деген сөзін естіп, сол күннен бастап үйден өкпелеп кеткен. Содан бері 5 жыл бойы әкесімен сөйлеспеген. Аяжан бұл туралы ешкімге айтпайтын, бірақ жалғыз түндерде жүрегі қысып, іштей қиналатын. Сол күннің таңында жұмыстан қайтып келе жатқанда оның телефонына белгісіз нөмірден хабарлама түсті. «Аяжан, әкеңіз ауруханада, халі ауыр, келіңіз». Бұл сөздер оның жүрегін бір сәтте тоқтатқандай болды. Қолындағы сөмкесі жерге түсіп кетті. Жүрегі дүрс-дүрс, ойында тек қана бір сұрақ: үлгерем бе? Тез жиналып такси ұстап ауруханаға жетті. Дәрігерлердің айтқаны ауыр тиді. Ақсақал бірнеше күннен бері тынысы тарылып, жүрегі әлсіреген, қатты шаршаған, қызы барын айта берді. Аяжан іштей «Мен қайда болдым? Неге сонша жыл үнсіз жүрдім?» деп өзін жеп бара жатыр. Палатаға кіргенде әкесі терең дем алып, әлсіз көзін әрең ашты. «Аяжан, сен бе?» деді баяу ғана. Аяжан көз жасына ерік берді. «Әке, мен келдім. Сенің келгеніңе қатты қуаныштымын», деді әкесі мұңы жымиып. «Мен сені ренжіттім, кешірші, менің сөздерім қатты болғанын білемін». Аяжан оның қолынан ұстап: «Әке, үндемеңіз, мен сізді кешіремін», деді даусы дірілдеп. Әкесі ауыр дем алып: «Саған бір хат жазып едім, бірақ бере алмай жүрдім. Үйден тауып аларсың». Осы сөзден кейін әкесінің көзі жұмылып, қолы босаңсып кетті. «Әке!» деп Аяжан айғайлағанымен бәрі кешеді. Дүние бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Әкесін жерлегеннен кейін Аяжан үйіне барды. Ескі үй балалық шағының үнін сақтағандай, әр бұрышы таныс, әр заттың өз тарихы бар. Ол хатты іздеп шкафтарды ақтарды, бірақ ештеңе таба алмады. Үміт үзіліп бара жатқанда үстел үстінде орнатылған сағаттың артында бір бүктелген қағаз көзге түсті. Ол хат еді. Конверттің сыртында «Қызыма, өмірдегі ең құнды адамға» деп жазылған екен. Аяжан қалтырап отырып ашты. «Қызым Аяжан, мен саған көп нәрсені айта алмадым. Менің қатал мінезім сені ренжіткенін білемін. Сенің әр жетістігіңе қуансам да оны саған көрсете алмадым. Себебі мен жас кезімде қатты қателестім. Өз әкем маған бір рет «Сен ешкім болмайсың» дегенде сол сөз жанымды жаралаған еді. Бірақ соны білсе де мен сенің жаныңды сол сөздермен жаралап қойдым. Мен қатты екенмін, өкінемін, қызым» деп. «Сен менің мақтанышымсың, сен менің арманымның, жүрегімнің, өмірімнің бір мәнісің. Сенен жалғыз өтінішім, өзіңді ешқашан кінәлама. Сен кінәлі емессің. Мен саған жете алмаған мейірімді енді хат арқылы жеткізейінші деп саған хат жаздым» депті. «Әрдайым мен сені жақсы көремін. Мүмкіндігің болса мені кешір. Әкең Жұмабек». Хатты оқи отырып Аяжан егіліп отырып жылады. Бірақ жүрегі бір сәтте жеңілдеп қалғандай болды. Әкесінің жүректе бұғып келген шындығы дәл осы хатта. Бірнеше күннен кейін Аяжан әкесінің заттарын жинастырып жүріп, бір суретті тауып алады. Онда кішкентай Аяжанды құшақтап тұрған әкесі тұр. Екеуінің жүзінде бақыт. Аяжан суретті құшақтап: «Әке, мен сізді түсіндім» деп сыбырлады. Ол хатты аса ұқыппен бүктеп сөмкесінің ішіне салды. Сол күні жұмысқа бара жатып өзіне уәде берді: «Өткенге өкініп өмір сүрмеймін. Әкемнің соңғы тілегі орындалсын. Өзімді кінәламаймын. Өмірімді жақсы адам ретінде жалғастырамын». Жел баяу соғып тұрған. Таңғы аспан ашық. Аяжан алғаш рет жеңіл тыныстағандай сезді. Әкесі кеткенімен оның соңғы сөзі бір өмірге жететін жылулық қалдырып кеткендей еді.